Салауаттың өзі былай басталады. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля али саййидина Мухаммад деп бітіреміз. Зерттеп қарасаңыздар, ей Раббым, сен салауатты мырзамыз төреміз Мұхаммедке айт, және мырзамыз төреміз Мұхаммедтің отбасына сен айт деп айтады екенбіз. Мен айттым деген жер қай жерде тұр? Жоқ. Неге білесіздер ме? Алла тағала айтқан екен, саған мен салауат айтқаннан кейін ешкім айта алмайды деген екен. Алланың салауатындай ешкім айта алмайды. Біз айтатын болсақ не болып қалады? Пайғамбарымыздың деңгейі түсіргендік болады. Неге? Мен пайғамбарымызды қаншалықты танимын? Мынаншалықты танимын. Мынаншалықты сүйемін. Салауат демек менің аузымнан қалай шығады деген сөз? Мынаншалықты деңгейде шығады деген сөз. Досымды қаншалықты танимын, соншалықты құрметтеймін деген сөз. Демек, пайғамбарымызға мен Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад деген сөз айтқан кезде мен қаншалықты сүйем, соншалықты салауат шығады менің аузымнан. Мен деңгейімде. Дым білмеймін ба, соншалықты шығар. Осы жерде қазір умра ойнатылады екен, соған салауат жарысы болды дейік. Сіз салауатты не үшін айттыңыз? Умраны ұтып алу үшін айттыңыз. Міне, Алла тағала пайғамбарымызға салауат айтыңдар деп бұйырады. Бұйырмастан бұрын не деді? Сендер айта алмайсыңдар. Менің сүйікті құлыма әдепсіздік қыласыңдар деп өзі бірінші айтқан еді. Неге? Ешкімге мұқтаж болмасын деп.